шер деп аталады. Мына жерде төрт түрлі асықтар бар. Соларды сендер шертесіңдер, қай асыққа тиеді, сол шеңберден түскен кезде сендер мына жерде қызықты асықтар таңдап, қызықты жұмбақтарға жауап бересіңдер. Қазақстан Республикасында туынды қыран құс не үшін биленген? Биікке ұшады. Өйткені қазақ елде бірінші қыран құсты қолына үйреткен. Американың президентіне қандай тезек арнар еді? Мен өз күшіне ол бақытты болсын және ешқашан ауылмасын, 100 жасқа жетсін деп тілеймін. Қазақстанды өзге елге қалай мақтар едің? Мен басқа елге өзіміздің Қазақстан Республикамызды жақсы, әдемі, кең байтақ ел деп айтушы едім. Біздің Қазақстанымызда жақсы ақындар және де жазушылар, батырлар шыққан. Отан туралы қандай мақал-мәтелдер білесің? Сен отан сүймес, суға батпас, отқа жанбас. Отан отбасыдан басталады. Ел екенімізді неден білуге болады? Біздің өзіміздің ұлттық киімдеріміз, ұлттық ойындарымыз, ұлттық тағамдарымыз бар. Және де рәміздеріміз, елтаңбаларымыз, көкпеңбек, әппақ белгілеп тұрған туымыз бар. Оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өскен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем.